Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздердің ертегі тыңдағыларыңыз келіп тұр екен. Онда мен сіздерге байлық пен ақыл ертегісін айтып берейін. Бір баяғыда шал болыпты. Шалдың 4 ұлы болыпты. Шал сол 4 ұлын жинап былай депті: мен қартайдым. Біреулерінің үйесі болатын уақыттарың келді. Кімнің ақылы мен байлығы сай болса, соны өзімнің мұрагерім қылам депті. Сөйтсе бірінші ұлы өзінің сақинасын көрсетеді. Міне менің байлығым дейді. Ал екінші ұлы өзінің сәнделген киімін киіп келеді. Міне менің байлығым. Бұны көрген елдің бәрі маған басын иеді дейді. Ал үшінші ұлы өзінің әшекейлеген белдігін тағып келеді. Міне менің белдігім. Бұндай белдік ешкімде жоқ дейді. Ал шал сол 3 ұлына қарап басын шайқайды. Кенже ұлына айтады: сен қандай байлығыңмен мақтанасың дейді. Сөйтсе кенже ұлы: менде әдемі сақинада, сәнді киімде, әшекейленген белдік те жоқ. Тек еңбек сүйгіш 2 қолым мен қайрат жігерге толы жүрегім бар дейді. Шалға кенже ұлының жауабы ұнайды. Және шал өзінің кенже ұлын мұрагер қылады. Достар, егер де бұл ертегі сендерге ұнаса, маған жазуды және лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.